Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздерді біздің арнайы кітапханамызға, шеберлік сабағымызға шақырамыз. Қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерді өзімнің шеберлік жұмыстарымен таныстырамын және кішігірім мастер-класспен бөлісемін. Қазір мен сіздерді заманауи технологиямен жасалған бұйымдарымен таныстырамын. Сублимация тәсіліменен жасаған жастықтарым. Жастықтың ішіне арнайы антистресс материалдарды салдым. Түстері анық, бояу кетпейді. Және осыда ойыншықтар жасаймын. Тоқымамен де айналысам. Кез келген тойларға осындай сапалы әдемі қоржындар жасаймын. Қалыңдыққа арналған осындай қобдиша, сырға салу рәсіміне арналған қобдиша. Сіздерге этностильдағы үкілі білезікті тарту етіліп тұр. Бұны қалыңдық тұрмысқа шыққанда өзінің жақын құрбыларына сыйлайды. Үкісі шешіледі, ары қарай білезікті тағуға болады. Бұл керемет тойларға арналған екі қалталы қоржын. Қазақи нақышта оюларымен, асыл тастарымен безендірілген. Келесі екінші жағында осындай қошқар мүйіз ойымен және ортасында қара шаңырағымыз бейнеленген. Қазіргі трендтегі этно хип жағалармен таныстырғым келіп тұр. Қолмен кестелеп тігілген, этно бұйымдарымен әшекейленген этно жағаларымыз өте әдемі болып шықты. Ал енді біздің асық жасау шеберлік сәті келді. Асықтар пластикта жасалады. Таразыға біз 60 грамм А компонентінен құямыз және 40 грамм Б компонентінен құямыз. Құйғаннан кейін бұны араластырамыз, жақсылап араластырамыз. Арнайы асық құятын біздің формамыз бар. Міне, енді құямыз. Асықпаймыз. Барлық формаға құйып шыққаннан кейін бұны